Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен дүниежүзілік шаруашылық салалары бөлімшесіне тоқталамыз. Өтетін тақырыбымыз Қазақстанның шаруашылық салаларына жоспар бойынша сипаттама беру және соның ішінде отын өнеркәсібіне. Жалпы біз сіздермен өткен сабақта шаруашылық өндірістік саладан және өндірістік емес саладан тұратын білдік. Ал енді шаруашылықтың кез келген саласына жоспар бойынша сипаттама беру керек. Ал сипаттама дегеніміз не? Сипаттама дегеніміз бір нәрсенің сипатын, артықшылығын, кемшілігін, қасиеттерін көрсету деген сөз. Ал белгілі шаруашылық салалары белгілі бір жоспар бойынша жүзеге асады екен. Ол жоспар мынандай 8 пункттен тұрады екен, мұқият тыңдап аламыз. Бірінші, ол шаруашылық саласының маңызы. Екіншіден, олардың дамуы үшін табиғи алғышарт. Үшінші, оның салалық құрамы. Төртінші, орналастыруға ықпал етуші факторлар. Келесі, салалардың сала аралық және сала ішілік байланысы. Алтыншы, орналасу орталықтары мен аудандары, яғни салалардың. Келесі, саламен байланысты табиғатты қорғау мәселесі және оны шешу жолдары. Және жоспар бойынша соңғы пункт ол саланы орналастыру мен дамытудың алғы шарттары екен. Міне балалар, бүгін біз сіздермен осы жоспар бойынша отын өнеркәсібін қарастырамыз. Жалпы отын өнеркәсібі отын энергетикалық кешеннің құрамына кіреді. Отын энергетикалық кешен, сіздер білесіздер, ол отын өнеркәсібінен және электр энергетикасынан тұрады. Ал енді бүгін біз сіздермен отын өнеркәсібін қарастырамыз екен. Жалпы отын энергетикалық кешенге сипаттама берейік. Отын энергетикалық кешен немесе ол бізге не береді деп айтайық. Ол жалпы халықтың тұтынатын товарын бәрін алсақ болады, өнімін. Яғни не? Мысалы, отын өнеркәсібін біз мұнай өнеркәсібіне, газ өнеркәсібіне, көмір өнеркәсібіне бөлдік. Яғни бізге халыққа күнделікті тұрмысына қажет тіршілік. Немесе біздің өнеркәсіптің барлығы осы отын өнеркәсібінің салалары арқылы жүзеге асады деген сөз. Жалпы отын өнеркәсібі ол отынды өндіреді, оны қайта өңдейді және халық тұтыну үшін әртүрлі өнімдер шығарады деген сөз. Ал енді қараңыздар, жалпы отын өнеркәсібі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылық салаларын дамытудың негізгі базалық қызметін атқарады екен. Енді біз сіздермен жалпы Қазақстан отын өнеркәсібі бай елдердің қатарына жатады. Қазақстан Республикасында 208 көмірсутек, яғни мұнай, газ және газ конденсаты кен орындары бар екен. Және олар мысалы көмір, су ресурсы, жанғыш тақтатас, гидротермалды сулар бәрі орналасқан Қазақстан жерінде. Енді осы отын өнеркәсібін жеке талдайық. Сонымен біз жаңа айттық, отын өнеркәсібінің 3 саласын айттық. Бірінші, біз мұнай өнеркәсібін талдайық. Мұнай өнеркәсібі. Жалпы ел аумағында 14 ірі кен орны бар деп айтсақ болады. Мұнай алабы. Олардың ішінде ірілері ол Атырау, Ембі, Маңғыстау кен орындары. Олар Торғай қолатында, Каспий теңізінің қайраңында және Іле өзенінің төменгі ағысында кездеседі. Жалпы көмірсутек шикізат қоры бойынша Қазақстан ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейінгі екінші орында алады екен. Бұл жақсы көрсеткіш. Ал енді жалпы мұнайдың ең алғашқы кен орны 1899 жылы Ембі мұнай кен орны екен, және осы кен орны техникалық сапасы өте жоғары екен. Одан кейінгі 1911 жылы Доссор кен орны, 1915 жылы Мақат кен орны. Ірі кен орындарды айтып жатырмыз. Енді
теңіз деген ірі мұнай несі бар, алабы бар. 1979 жылдан бастап бұл жерде жаңағы кен өндіріле бастаған екен. Және осы мұнай заводы ең алғашқы деп айтсақ болады, мұнай өңдеу заводы бізде Атырау қаласында екен. Ең ірісі, жалпы мұнай өңдеу заводтары Атырау, Павлодар, Шымкент және Тараз қалаларында екенін білеміз. Жалпы Атырау мұнай заводы қайсы жердің мұнайын өңдейді? Ол Атырау және Маңғыстау мұнай өнімдерін өңдейді екен. Ал мұнайды пайдаланамыз, біз қандай өнімдер аламыз деп айтатын болсақ, біз мұнайдан синтетикалық каучук аламыз, жанармай аламыз, синтетикалық аммиак, азот тыңайтқышы, пластмасса, бояу, әртүрлі еріткіш заттар сияқты мұнайдан көптеген өнімдер аламыз екен. Бұл жалпы Қазақстанның мұнай өнеркәсібі деп айтсақ болады. Келесі екінші өнеркәсіп, ол әрине газ өнеркәсібі. Газ бұл ауаны ластамайтын отынның түрі, отын энергетика кешенінің жаңа саласы деп айтсақ болады, және ол құбыр арқылы тасымалданады. Мұнайда құбырмен тасымалданады, бірақ тек құбырмен тасымалданатын ол газ өнеркәсібі екен. Құбыр жолы арқылы тасымалданады. Мен осылай қысқартып жазайын. Жалпы Қазақстандағы газ, табиғи газ және ілеспе газ болып бөлінеді екен. Біздегі кездесетін табиғи газ және ілеспе газ. Ал табиғи газ ол қай жердің газдары, қай жердегі кен орын деп айтатын болсақ, бұл Теңге, Маңғыстау және Үстірт кен орындайды екен. Келесі ілеспе газ. Ілеспе газ бұл Маңғыстау жаңағы алабындағы кен орындарды ілеспе газ болып табылады екен. Ал енді жалпы кен орындарына тоқталатын болсақ, Шынар газдың кен орындары, Имаш, Өзен, тағы басқа. Және ең ірісі Қарашығанақ. Бұл Батыс Қазақстан облысында орналасқан және Қарашығанақ кен орны жалпы Қазақстандағы барлық газ қорының 70%-ын осы Қарашығанақ кен орны береді екен. Батыс Қазақстан облысында 1980 жылдан бастап игерілген Қарашығанақ газ кен орны екен. Одан кейін мына Амангелді газ кен орны бар, Қазақстанның оңтүстік бөлігінде. Ол Ташкент, Бішкек, Алматы газ магистралына қосылған. Ол Тараз қаласын және Тараз қаласының маңайын газбен қамтамасыз етіп отырған ірі кен орын деп айтсақ болады. Ал енді жаңағы мұнай газ өңдеу заводтары қандай? Газ өңдеу заводтары. Жаңа жол екі заводты айтуға болады, және жаңа өзен заводтары Қазақстанда газды өңдейді екен. Келесі үшінші сала отын өнеркәсібінің, ол көмір өнеркәсібі. Отын өнеркәсібінің негізгі саласы деп айтсақ болады. Жалпы Қазақстан Республикасының аумағындағы көмір дүниежүзілік қордың 3,3% құрайды екен, ал ТМД елдері бойынша қоры 15,1% Қазақстан жерінде шоғырланған екен. Яғни бұл көмірдің қоры бойынша айтып тұрмыз. Жалпы көмірдің қоры бойынша дүние жүзінде Қазақстан 7-ші орынды иеленеді екен. Әсіресе ол солтүстік Қазақстанда және орталық Қазақстанда кездеседі. Жаңа біздің жоспарымызда болды, қайсы аймақтарда дейміз, орталық Қазақстанның бөлігінде кездеседі екен. Ал енді кен орындарын, мысалы, кокстелетін тас көмір, ол Қарағанды көмір алабы деп айтсақ болады. Қоңыр көмір өндіретін ашық әдіспен Екібастұз кен орны, Майкөбе, Кендірлік сияқты Қазақстандағы ірі көмір кен орындарын айтуға болады. Бұл міне балалар отын өнеркәсібінің 3 саласы. Біз жаңағы шаруашылық салалары, олардың кен орындары, қоры туралы айтып жатырмыз. Ал енді жалпы осы отын энергетика кешенінің дамуы әрине
табиғатқа өзінің әсерін тигізбей қоймайды. Яғни әртүрлі экологиялық мәселелер туындайды. Соған байланысты жаңағы отын энергетика кешенін дамыту тұжырымдамасының бірнеше міндеттері қойылған екен. Мысалы, отын энергетика кешенінің ресурстары мен өнімдерін жеткілікті жолдарын қарастыру арқылы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Екіншіден, аймаққа байланысты энергияның сұранысын қамтамасыз ету. Үшіншіден, елдің экономикалық әлеуметтік дамуы, бұл жерде ғылымды әлеуметтік дамуы, жаңа технологияларды енгізу және электро нысандардың жаңағы сенімділігі, қауіпсіздігі деген сияқты. Және бұл міндеттің тағы бір төртінші бөлігі 21 ғасырда технологиялық қолдау арқылы отын энергетика кешенін қарқынды дамыту деген сөз. Яғни бұл жерде жаңағы энергияны өңдеу, немесе алып жатқан шикізаттарды қайта қалпына келтіру, әртүрлі балама энергия көздерін пайдалану. Бұл 21 ғасырдағы отын энергетика кешенін қарқынды дамудың міндеттері болып табылады екен. Міне, жаңағы оны дамытудың алғы шарттары деген біздің жоспарымызда пункт болды. Міне біз сол сұраққа жауап беріп жатырмыз. Міне балалар, бүгін біз сіздермен жалпы Қазақстанның шаруашылығының отын өнеркәсібі саласына жоспар бойынша талдау жасадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.